Ассалаумалейкум, құрметті жиналған қауым. Есен. Менің қысқа дайындап келген сөзім бар еді. Жарты минуттық соны бірінші оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті бауырлар, бүгін әртүрлі күштердің сан түрлі құйтырқы әрекеттеріне қарамастан біз осы жерге жиналдық. Әсіресе өзімнің шексіз алғысымды қазақ студенттеріне айтқым келіп отыр. Себебі кейбір жоғарғы оқу орны бүгін тауға кетті. Енді кейбірлері спартакиада өткізсе, қалғандары фестивалдар жасап әлек болуда. Мақсаттары біреу ғана, бүгінгі митингіге жастарды жібермеу. Бірақ жастар келді. Қазақ тілінің болашағы ең бірінші біздерге, жастарға керек. Біз қазақ тілінің мемлекеттік деңгейдегі бүгінгі мүшкіл жағдай үшін ешкімді айыптамаймыз, ешкімге кінәртпаймыз. Бірақ біз қазақ тілінің жарқын болашағы үшін күресуге дайынбыз. Біздің күрес тек қана протесті талаптар, не болмаса өкпелеген баланың кейпінен ғана тұрмайды. Біздің тіл үшін күрестің негізгі бағыты ол тарихалы тұжырымдар, ұсыныстар, бірігіп жұмыс жасауға негізделген ниет. Бірақ біздің талап ниет бір жақты болмау керек. Себебі бүгінгі митинг тек қана алаш ұранды қазақ үшін ғана емес, Қазақстан отаным деген әрбір азамат үшін. Бүгінгі Қазақстанда 16 миллион халық тұрса, соның барлығы дерлік қазақ тілінің болашағы үшін еңбек етуге тиіс. Бүгінгі тіл үйренгісі келмейтін Қазақстан азаматтарының негізгі өтірік сылтауы ешбір сын көтермейді. Бізде қазақ тілін үйренетін жақсы методика жоқ екен. Масқара. Айналайындар, қазақтың жоғарғы оқу орындары жыл сайын жүздеп тіл мамандары, филологтар даярлауда. Оның сыртында мынау қалың қазақ кез келген уақытта сендерге тәжірибе болуға дайын. Тіл үйренуде практикадан басқа маңызды не бар, құрметті қандастар? Құрметті тіл жанашырлары, құрметті жастар, қазақ тілі үшін күресте табандылық танытуға шақырамын. Әрбір ортада, әрбір мекемеде тек қана қазақша сөйлеуге тырысыңыздар. Қазақ тілді басылымдарды сатып алып, қазақ тілді ғаламтор сайттарын жиі шолуға кірісіңіздер. Теледидар көргенде, журнал оқығанда, ақпарат іздегенде, ақпаратты жазғанда, таратқанда барынша қазақ тілін қолдануға тырысыңыздар. Мемлекеттік органдарға арыз шағымдарыңыз тек қазақ тілінде жазылсын. Мемлекеттік тіл бөлінудің емес, бірігудің нышаны болуға тиіс. Ал ұлтты біріктіретін күш ол біздер. Сондықтан қазақшаға құлқы жоқ достарыңыздың, ағайын туыстарыңыздың арасында тіл тазалығы және оның болашағы үшін агитациялық жұмыстар жүргізіңіздер. Әрбір мемлекеттік мекеме басшысы қазақ тілінде сөйлеуге тиіс. Өзінің данышпандығын және мемлекеттік қызметке қажеттілігін ең бірінші мемлекеттік тілді білумен дәлелдесін. Тілде, пікірде бірлік.